Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен көзімді ашқаннан ішкен жетімдік уын қызым ішпеуі керек деп, бәрі күш қайратымды жиып аяққа тұрдым. Бір жыл төсекке таңылып жаттым. Виктор жанымның жалауы болды. Қызым екеуі мені құртымнан алып шықты. Мүгедек құжаты берілді ғой деп отыра беруге де болатын еді, бірақ перзентімді қатарынан қалдырмайын деп жұмыс істедім. Қызымыз 2-ші сыныпты аяқтаған кез еді. Жаздың жайма-шуақ кешінде Виктор өзінің бастығының қызына ғашық екенін айтып, бізбен қоштасып шығып жүре берді. Қызық болғанда Виктор әлгі қыз мен үшеуміздің кабинетіміз бір болатын. Қызметтер хикаясы осылай аяқталды. Бастапқыда қызына көмектесіп тұратынын айтып, ант су ішіп кеткен. Уақыт өте келе әйелінен аса алмады. Жетімдіктің уымына сатқындықтың қасында ойыншық болып қалғандай. Адам баласына деген сенімім жойылды. Денсаулығым сыр беріп, жұмыстан шықтым. Сондай ауыр түндердің бірінде қара түнекте қалдым. Қараңғыдан шығар жол бар ма деп жылап отырғанымда Маринам қасыма келіп, «Мама, бүгін жұлдыздардың барлығы жарығын өшіріп жатып қалыпты. Ертеңнен бастап бәрі де жарықтарын сөндірмей ұйықтайды. Ертеңнен бастап жарық болады», деді. Қызымның құйттай жүрегінен шыққан осы мейірім, осы жылы сөзі мені шыңырауға құлап бара жатқан жерімнен жұлып алды. Ертеңнен үмітіңді үзбе дегені мен үшін үлкен сабақ болды. Қаршадай қызым жастайынан еңбекпен пісіп еді. Галина сол күні мен оларға жолға шығуға рұқсат бергеніме әлі өкінемін. Рұқсат етпегенімде бәлкім ертеңіне шыққанда бұлай болмас па еді. Даже не думайте, никто не виноват. Она у меня была невеста неземной красоты. Ее забрал неземной красоты жених. Ананың шарасыздығынан тапқан жауабы деп ойлайтын боларсыз, мейлі, деді Галина. Марина майталман суретшінің қылқаламнан жаңа шыққандай айрықша сұлу қыз еді. Әдейі шұқшиып іздеген адамда оның бойынан тарыдай мін таба алмайтын. Бұйралана толқынданған аңсары шаштары мен мөлдіреген көк көздерінің түбіне ер азаматтарды былай қойғанда біздің өзіміз де батып кетердей болатынбыз. Жер бетіне сыймай кеткен неткен сұлулық десеңізші. Қызымның жүрген жолдары мен басып өткен іздерін көрейін деп іздеп шыққанмын. Таптым, мауқымды бастым. Рахмет, деді Галина. Орнымыздан тұрып есікке қарай беттедік. Галинаны ғимаратымыздың сыртқы есігіне дейін шығарып салдым. Сау болыңыз, келесі кездескенше. Келіп тұрыңыз, дедім. Храни вас Бог, огромное спасибо. Қоштаса қол алысып тұрып, әдемі көгілдір көздерінің оты өше бастағанын, шытынап кеткен шыныдай назары солғын тартқанын байқадым. Ыңғайсыздану мен сыпайыгершіліктің бәрін жиып қойдым да, Галина, сіз айтқан неземный мирда өзінен өзі қол жұмсағандар жақындармен кездесе алмайтын қара түнекте түседі екен, деп қойып қалдым. Жүрегім қан жылап тұрса да, сондықтан жұлдыздардың жанып тұрған жарығын өшірмейікші. Өтінем, маған бұлай аяп, мүсіркеп қарамаңыз. Галина, менде мүлде ондай ой болған емес. Жай шер сарқаттық, солай емес пе? Әрине солай. Ендеше аман болыңыз. Адам әлсіз болғандықтан жыламайды. Тым ұзақ уақыт күшті болудан әбден қалжырап, жамау жүрегінің қаңырап бос қалғанында жылайды. Валя, ерте күнді кеш қылмай кір үйге. Көшеден былайырақ тұруға болмай ма? Мам, қазір Костик, мен кеттім, қоштаспаймыз. Мамам ұйықтағанда шығамын. Күндегідей бақтың артындағы есік жақта күт. Шығып бара жатқанда қораның есігін ілмей кетерсің. Түнде осы есіктің шиқылынан мамам оянып кетеді. Валя жігітінің құшағынан шығып үйге қарай беттеді. Валюша, қолыңды жуып келе ғой. Сенің сүйікті асыңды пісірдім. Пиязын молырақ салып, ақ саңырау құлақты қуырдым. Бақтағы ұсақ картопты қазып алып, жақсылап жуып, қаймақпен былқылдатып бұқтырдым. Жеп көрсеңші, дәмі тіл үйіреді. Кішкентайынан кеселге құмарлығың артпаса кемей қоймаған. Кеселдің 2 түрін дайындадым. Мынау қарақаттікі. Тоңазытқыштың төменгі жағында құлпынай мен қайнатқаным тұр. Шиенің компоты да соның жанындағы 2 литрлік банкада.
Қызым, Костяны жаман жігіт деуге аузым бармас. Бәріміз бала өсіріп отырмыз. 90 атадан қосылатын ағайын бауырларын айтпағанда анасының өзі ішіп алып, әкесімен жаға жыртысып төбелесіп жатқаны арақты ешкім ешқашан жеңген емес. Нені меңзеп отырғанымды ішің сезіп отыр. Күннің көзі қарды ерте алар. Өмірде мұз боп қатқан жүректі кім ертеді? Махаббат буына мас болып, жүректің көзі жабылып, соқыр халге түстің бе? Әлде асыл менен жасықты шамалайтын ақылың қалмады ма? Өз басыңды өзің бағалай алмасаң, сорыңның қайнағаны. Мен бүкіл өмірімді саған арнадым, қызым. Әкең тірі болғанда бәрі де басқаша болар ма еді? Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірдім. Тұрмысқа шығып басқа біреуге жалдақтатқым келген жоқ. Маған күйеу болғанымен саған әке бола ала ма? Сенің әкең нағыз асыл жар, керемет әке еді. Сен дегенде жанын суырып беруге дайын болатын. Әкең сені кем дегенде акиматта отырады деп армандайтын. Колледжді аяқтаған соң институтқа түс. Осы саланың бір бұрышына орналастыруға әзірге беделім де күшім де жетеді. Есіңді жи. Мен тірі тұрғанда бұл жігітке тұрмысқа шығамын деп ойлама. Иегің қышымай-ақ қойсын. Костя еңбекқор жігіт, темірден түйін түйіп, ағаштан ойы оятындардың бірегейі. Әттең оқымай қалғаны болмаса, күзде әскери борышын өтеп келген. Үйіндегі есі дұрыс, дені сау осы бала. Шешесі мұңсыз, 4 ұлы 4 байынан, ең соңғы күйеуі неміс болатын. Сонымен некеге тұрған. Барлық ұлдарына соның фамилиясын берген. 4-еуі 4 ұлттың өкілі екені тайға таңба басқандай көрініп тұр. Костяның тегі неміс демесең, күрттің жауырынды балуаны секілді, көзі мойыл-қара, бүркіт мұрынды, бойшаң қара торы жігіт. Бір көргеннен-ақ тегін шатастырып алған ба дерсіз, ол үйдегі Надюша жылда картоп егіп, банан жинайтындар қатарынан. Күнде кешке үйінде төбелес, тентек суға сылқия тойып, айқайлап шулап жатқандары сол. Валяның анасы бөлімше бастығы. Әділдікке жаны құмар, таза адам. Үйінің сырты аппақ жұмыртқадай, ауласынан көлденең жатқан ағаш көрмейсің. Есігінің алдында көктемнен қара күзге дейін жайқалып жайнап өсіп тұратын гүлдеріне қарап сүйсінесің. Көшенің бойындағы ең алғаш құлпынай осы кісінің үйінде піседі. Валяның ішкені алдында, ішпегені артында, өте ерке қыз болып өскен. Сүйкімді болғанымен темірді тот шіртер дегендей, ерсі қылықтары көп жақсы қасиеттерін жуып-шайып жіберетін. Ойланбай сөйлеп, ойламай тіршілік қылады. Мінезі өте жеңіл, күлегеш, бірақ артында зіл жоқ. Ал Марина жасайтыннан ес белгілі, анасының қабағын бағып өсті. Барға қанағат, жоққа сабыр деумен келеді. Көшенің қарсы бетіндегі мектептің еденін 8-ші сыныптан бастап анасының орнына өзі жуатын. Жоқтан бар жасаудағы оған өмірдің өзі үйретті. Мектептің үздік аяқтап, жоғары оқу орнына бару арманы болатын, бірақ ол арманын анасынан жасыратын. Мариночка, қалаған жоғары оқу орнына түсуіңе болады. Неге тартыншақтайсың, қызым? 5 жыл дегенің лезде-ақ өтіп кетеді, дейді анасы. Мама, колледжге түсіп жұмыс істеймін, дейді қызы. Ал институтты сырттай бітіруге де болады. Сосын екеуміз беймарал өмір сүреміз. Сені қалаған шипажайыңа апарамын. Ең әдемі көйлек пен керемет шетелдік етік алып беремін. Сен ең әдемі әйелсің, бұдан да сұлу боласың, мама. Енді бір қыстық аяқ киімімді 10 жыл киіп жүрмейсің. Қызым-ау, мен ешқайда шығып жатқан жоқ қой. Маған осы етікте жетеді. Маған алаңдама. Алға қойған мақсатың мен арманыңа жет. Жылдың 4 мезгілін айтпағанда, кем дегенде 2 пар аяқ киімің болады, мама. Тек ауырмаймын деп уәде бер. Сені ешқашан тастамаймын. Жаман ойлардан аулақ боламын де. Олай-бұлай болып кетсем деген сөзді айтпаймын де. Жаным сол, мақұл. Олай айтпаймын. Тіпті ойламаймын да. Марина үйіне кіріп шыққан сайын анасының бетінен сүйіп кетеді. Жүрегі құрғыр, бір күні анамнан айырылып қалмас па екен деп сезіктенетін секілді ме қалай. Анасын жедел жәрдем алып кеткенде талай рет көрші кемпірдің үйінде қалып түнімен көз ілмей шығатын. Уақытынан ерте есейді. Анасынан айырылса жұмыр жер бетінде жалғыз қалатынын ойлағанда тынысы тарылатын. Анасымен бірге атқан әрбір таңға үлкен үміт артатын.
Валя мен Марина колледжде бір топқа түсті. Валя Талдықорғаннан, Марина Алматы қаласынан. Жыл сайын оқуға түскен оқушылардың ішінде көп ұзамай көшбасшы болатындар да, әңгімесі мен ісі тоғыспайтындар да, тентектер мен биязылар да үсті-басын сипалап қалған. Тазалыққа жаны құмар ұқыптылар да, бұларға қарама-қарсы киімі олпы-солпы олақтар да, түйеден құлап қалғандар да, тағы басқалары бар. Бәрі кездеседі. Бір-біріне ұқсамайтын әрқилы балалар. Олармен жұмыс істеу әрі қиын, әрі қызық. Тәжірибеме сүйене келе менің түйгенім, өте жақсы оқитындар керемет маман болып шығады. Бірақ кейде қызмет барысында сол шеңберден шыға алмай қалатындар да кездеседі. Ал үш бар жерде күш бар. Мен оқыған орташалар еңбек жолына жақсы бейімделіп кетеді. Көпшілігі батыл қимылдап нақты болжам жасай алады. Мынадан оңған маман шыға қояр ма екен деп болашағына күмәнмен қараған оқушыларым қазір бір мекеменің басшысы болып отыр. Өмір иірімі кімді қай бағытқа бұрарын, нендей жолға саларын кім білген. Жаңадан қабылданған оқушылардың 3 тобына сабақ беремін. Аудиторияға кіріп танысып жатырмын. Алдыңғы қатарда отырған қызға еріксіз қарай бергім келеді. Құдай жер бетіндегі адамдарға сұлулық таратқанда біреуге тамшыдай, біреуге шай қасықтай, біреулерге шөміштей етіп үлестіре келіп, мына қызға келгенде төбесіне шелектеп құйған ба дерсіз, керемет сұлу. Кейде тесіліп қарай беруден өзіңде ұялып кетесің. Мына қыз талай жігіттің көзінің құрты болғалы тұр-ау. Күн бетінде күміс жылтырайды, алайын десе қолы қалтырайтынның нағыз өзі. Егорова Марина. Мен, деп орнынан тұрды әлгі сұлу қыз. Отырыңыз, еліктің лағындай-ау тура. Никитина Валентина. Мен. Отырыңыз. Топ оқушылармен танысып сабақты бастап кеттім. Бұл екі қыздың достығы өте мықты болды. Екеуінің болмысы бір-біріне мүлдем қарама-қайшы. Ішімдік ішіп темекі шеккені үшін, басқа да талай тәртіпсіздіктері үшін Валяға үнемі ескерту жасаумен келемін. Тіпті бірде жатақханада біреулермен төбелесіп оқудан шығып кете жаздағаны бар. Ал Марина мінезі салмақты, қақ-соқпен ісі жоқ, мейірімді қыз. Сабақтан қалмайды, қолынан келсе ешкімнен көмегін аямайды. Бірінші курсты аяқтағанда Маринаны қабылдау комиссиясына алып қалдым. Абитуриенттерден құжат қабылдауға. Берілген тапсырманы ойлағаннан да артық етіп орындайтынына тәнті болдым. Сені тәрбиелеген анамнан айналдым десем, тостағандай көздері мөлдірей ұяла күлімсірейтін. Огромное спасибо твоей маме за такой дочь. Обязательно передай маме, деймін риза болғанымды білдіріп. Рахмет айтамын дейтін. Өзі өте қарапайым, әдетте өзінің көрікті екеніне кәміл сенетін қыздар сәл тәкаппарлау келетін тәрізді еді. Ал мына қыздың бойында сұлулық пен қарапайымдылық қатар үйлесім тапқан. Ақылы көркіне сай. Қабылдау комиссиясына Маринамен бірге 3 қазақ қызын да алғанмын. Өкініштісі, оларға бір айтқанды 10 рет қайталаумен боласың. Солардың үстінен қарап, қадағалауды Маринаға тапсырып едім. Жаным жай таптау. Бәрінің тілін таба қоятын құпия кілті бар ма дерсің. Кешке ертеңгі конкурсқа түсетіндердің құжаттарын реттеп отырғанбыз. Есікті тықылдатып бір ер адам ұлымен кіріп келеді. Сәлеметсіз бе, кіруге рұқсат па? Кіріңіз. Марина орнынан атып тұрып, жаңағы кісінің бетінен сүйіп амандасып жатыр. Баланы көтеріп алып, екі бетінен қысып-қысып сүйгенін көргенде қызға қарадым. Танысып қойыңыз, деді Марина содан соң барып. Бұл менің папам, ал мынау інім. Өте жақсы, қуаныштымын, дедім. Сіз рұқсат етсеңіз, жарты сағатқа шығып келсем бола ма? Болғанда қандай, бара беріңіздер. Сәлден соң қолымда бәрімізге алған бір балмұздағы мен бетіндегі сәуле шашқан қуаныш нұрымен қайта кіріп келді. Адам көңілі шашылған нұрдай емес пе? Бәріміз балмұздақ жеп мәз болдық та қалдық. Орнына келіп отырып ойға шомып кетті. Қуанышының сыртына мұң сығалап тұрғандай көрінді. Әкесімен бір нәрсеге келіспей қалды ма екен? Марина, папаң сені қатты жақсы көре ме, дедім. Ол ұйқыдан шошып оянғандай селк ете қалды. Білмеймін, деді сосын. Өмірде қателеспейтін адам жоқ. Мен әкемді қандай болса да жақсы көремін. Ал інім менің родная кровинушкам ғой. Оқушылардың бәрі жазғы демалысқа кеткенде ол бізбен бірге қалып жұмыс істейтін. Уақытша лаборант ретінде қызметке қабылдап, тәбілдеп отырамыз. Жұмыстан соң үйіне асығып тұратын. Екінші курстың соңғы емтиханын тапсырып жатқан уақыт. Жазғы сессия. Бәрінде де ертеңгі жолды ойлап, алдағы демалысты аңсап, албыратқан көңіл күй. Аман-есен емтиханды жауып, жүректері алып ұшып, туған үйлеріне қайтпақ.
Кейбір пысықтары стипендияға іліну үшін емтиханды қайта тапсыруға рұқсат сұрап өтініш жазып жатыр. Қайырлы күн, Шаймерденовна, бізге кіріп кетесіз бе? Жақсы, қай аудиторияға? 418-ші аудиториядамыз. Натальяға сынақ кітапшаларына мөр басуды тапсырып, 4-ші қабатқа көтерілдім. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Бәрі емтихан тапсырып болған. Үшеуі құлаған. Түгел үн-түнсіз отыр. Емтихан ведомосын қарап шыққаным сол, оқытушы, бұлар емтихан тапсыруға емес, серуенге шыққандай киініп келіпті деді. Иә, байқап тұрмын дедім. Келесі емтиханға тап осылай келетін болсаңдар, бірде-біріңді кіргізбеймін. Өзім келіп тексеріп кетемін. Түсіндіңдер ме? Қалай киініп келуіміз керек? Белый верх, черный низ деп бәрі хордағыдай шу ете қалды. Тап солай, басқа сұрақ бар ма? Соңғы емтихан қашан? Сенбі күні сағат 2-де басталады. Ал сау болыңдар, сау болыңыз. Айман, Вероника, Валя, маған келіп кетіңдер. Жақсы. Шақырылған үшеуі кабинетіме келді. Қыздар, мен мини-юбка киюге қарсылық білдірген емеспін. Тек юбканың қысқалығы тізеден сәл ғана жоғары болу керек деп ескертумен келемін. Қане, бір қатарға тұрыңдаршы. Айман, Вероника, не айтасыңдар? Түсіндік, Салтанат Шаймерденовна. Бұдан былай юбкамыздың етегін қайырып тіккен жерімізді сөгіп, сіз көрсеткендей киіп келеміз. Жақсы, Валя, сен бір қадам алға шықшы. Мына кигенің не? Юбка. Каждый имеет право носить такую одежду, какую пожелает. Но, к сожалению, я не вижу у тебя юбку. Это лента, повязанная на талию. Бұлай кигенше трусишен келе салмадың ба? Бәрі күліп жіберді де түрінің бұзылғанын байқап, езулерін жинап алды. Сенбі күнгі емтиханға осындай киіммен келмек ойда болсаңдар, онда мүлде келмей-ақ қойыңдар. Барыңдар, боссыңдар.